Ассаламу алейкум, ардақты алаш жұрты, қадірменді қазақ елі. Назарларыңызда қазақ ақын сазгерлерінің әндерін насихаттауға арналған Маңғыстау телеарнасындағы сөзбен саз бағдарламасы. Құрметті телекөрермендер, бүгінгі бағдарламаның кезекті саны Ақтөбе қаласы Ақтөбе телестудиясында түсіріліп отыр. Ендеше бүгін әндерін насихаттайтын әуесқой жас сазгерлермен таныс болыңыздар. Ендеше студия қонақтары Ақтөбе өңіріне тегіс белгілі әнші сазгер Асқар Әбу мырза және жас дәстүрлі әннің жыр терменің стилімен ән шығаратын белгілі музыкант сазгер Мұратбек Тәжіғұлов. Студияға қош келдіңіздер. Тәжіғұлов Мұратбек Әбдірахметұлы 1986 жылдың 26 қыркүйегінде Ақтөбе облысы Байғанин ауданы Оймауыт ауылында дүниеге келген. 2006-2011 жылдар аралығында Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтында кәсіби шығармашылық факультеті музыкалық білім мамандығы бойынша бітірген. 2007-2013 жылы Байғанин ауданы Миялы ауылында Миялы балабақшасында және Миялы мәдениет үйінде музыка жетекшісі болып қызмет атқарды. 2013 жылдың қараша айынан бастап Ақтөбе қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мемлекеттік мекемесінің геолог мәдениет үйінде мәдени демалыс қызметі жөніндегі менеджер және үлгілі жыр жауһар поэзия театрының жетекшісі қызметтерін атқарып келеді. 2011 жылдан бері ән жаза бастаған Мұратбек Әбдірахметұлы Данияр Сағынтаев, Нұрталап Жүсіпов сынды сазгерлердің әндеріне де сөз жазды. Сазгерлік қырын сынап, ең алғашқы қадамын 2019 жылы мамыр айында Ақтөбе қаласының 150 жылдығына орай ұйымдастырылған республикалық авторлық әндер конкурсына қатысып қадам басып, Бекжұман Нарбайдың сөзіне жазылған өзінің Ақтөбе әнімен қатысып екінші орын иеленді. Қазіргі таңда оның ауылым жыр әнім, көркейе бер туған жер, сағыныш, әке ана, кешір мені, Миялым, Оймауыт вальсі, туған жерге тағзым, гүл әкелсем бір сен үшін, бір қазақтың баласымыз, табындар туралы толғау, еркелетейін, қырсығымай, Ақтөбем, бақытты болайық, сағындым атты әндерін Әбділсейіт Тәжіғұлов, Нұрлан Бегайдаров, Ұлан Досмұратовтар орындап келеді. Жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым, дұшпанының қақ бөлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін ту үшін. Ұлы жүз көмейден жырды ақтара, айтайын енді мақтана, сары үйсінге бағзыдан басына қонған бақтара, жалайыр мен сіргелім, сарқылмайтын жүргенім, кеудемде қалған жаттала, қаңлы менен ошақтым, алталашқа атақтым, жазылған тарих тақтаға, шапырашты деп сөйлесем, қалмайды әсте жақтала, албан суан дулатым, татын айтқан тайсалмай, төрелер мен даққаға, шаныш қылыдай күштім бар, додаға түскен баптала, ырысы дария ыстым бар, сыйынғаны қаққана, қонақжай елден айналдым, қонағын күтер шаттана, есігін ашар ұлы жүз, жақыны түгіл жатқада. Жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым, дұшпанының қақ бөлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін ту үшін. Орта жүз алмас тіліні сермеген, арнамысын бермеген, арда туған арғыным, тұлпары кетпес кермеден, қоңырат пен найманның бойында жалын сөнбеген, от жүректі қыпшағым, атағы өрге өрлеген, ақ көңілді керейім, қазаққа біткен мерейім, пейілі дархан кеңдерем, сөздің оғын атқанда, шешен халық уағым, мүлт кетпеген мергенең, от ауызды тарақтым, дұшпанын жырмен жерлеген, өнерлі жұртым орта жүз, өлеңмен мүсін зерлеген, қара сөзді құндақтап, жыр бесігін тербеген. Ұлы жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым,
дұшпанының қақ бөлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін, ту үшін. Қожаларым хақ дінімнің кілдеді, атағынан алыстағы үркеді. Төре сонақ, ноғай қырғыз төлеңгіт, қазағым деп барын салар жұрт еді. Ай, кіші жүз! Алдияр! Қазағым деп туалған, жауды да көрсе қуанған, алтаталы әлімім, кетеменен төрт қара, асуда асу шың алған, қара кесек шектімен, қара сақал шөмекей, азуы өткір дүр арлан, 12 ата байылы, адай менен алаша, туды да көрсе сұранған, ысық жаппас берішім, танамен таз ел үшін, қан майданда сыналған, қызылғыр черкеш масқарым, таусылмайтын дастаным, есен темір байбақтым, қазағымның аспанын, сейілткен қара тұманнан, жетіруда табын бар, биік ұшқан қыраннан, жағалбайлы рамадан, кердері телеу тамадан, кеудесінде от ойнап, нұр шашылған шырағдан, жігерленген керейтім, алаш деген ұраннан, адырнасын нейдіріп, сұр жебесін шығарған, бақадыр жұртым кіші жүз, қылышын қанға суарған. Ұлы жүзім ұлылықтың шыңысың, орта жүзім ортаймаған ырысым, дұшпанының қақ бөлетін қалқанын, кіші жүзім қайыспайтын қылышым. Бір қазақтың баласымыз бәріміз, жанын берер алаш үшін, ту үшін. Өнерпаз сазгер Мұратбек Тәжіғұлов. Енді мынау біз қазір осы ең басты сазгерлердің басты тақырыбы деп айтсақ болады. Біз осы шығыстық үлгіге қарай көп сазгерлеріміз сол бағытқа ауып кетіп жатады. Болмаса Европаның стиліндегі ән қазақ шығарған, тыңдап отырсаң, дәл солардың әніне ұқсап кетіп жатады да, қазақтың колоритінен ауып кетіп жатамыз. Сенің әндерің тыңдасақ, бұрынғы бір шалдардың термес сияқты дәстүрлі әндердің солардың бір жалғасындай болып келіп жатады. Енді өзің сол дәстүрлі ән класын бітірген музыкантсың ба, әлде жоқ, осылай стилді осылай қалыптастырып алдың? Мен жалпы бірінші туған жерден бастайын. Осы Ақтөбе облысы, қазіргі Байғайын ауданы, бұрынғы Табын ауданы ғой. Сол Байғайын ауданы Оймауыт ауылында дүниеге келгенмін. Өзіңіз келіп отқан Маңғыстаумен шектес. Маңғыстау қазақылыққа өте жақын болса, ол жерде өте қазақы жер. Сол жақтан бірінші Алланың берген қасиеті, әрине, сосын топырақтан, туған жерден дарыған қасиеттің бірі. Өзім кішкентайымнан жыр термені жақсы көріп, соны тыңдап өскем. Соның жемісі деп білем жалпы. Ақтөбем, Ақтөбем арайлым, тамсанып көркіңе қараймын. Ақтөбем, Ақтөбем мен сені жердегі жұмаққа балаймын. Таныстырсам байтағың, зейін қойып байқағың, Байғанинге барғанда шабыттанып қайтамын. Алтын сарин ыбырай, алғаш мектеп ашқан жер, ырғыз берген байтәлім. Мұғалжарым қандағаш, қасиетіңді байқадым. Бұрын көкжар атанған жерін көріп ойылдың, еріксіз бас шайқадым. Ақтөбемді осылай әнге қосып айтамын. Ақтөбем, Ақтөбем арайлым, тамсанып көркіңе қараймын. Ақтөбем, Ақтөбем мен сені жердегі жұмаққа балаймын. Тектілердің тұрағы, жұмыр жердің жұмағы, қалықтап тұр мәртөкте Молдабайдың жырәні. Көркін көріп алғаным, алға қарай самғадым, кетер көңіл тұманы. Қар
Қарғалыдай жерімнің сарқыраған бұлағы, темір шұбар құдықта ұлы жібек жолының ізі өшпей тұр әлі. Арайланған Ақтөбем, айтарым саған күбәлі. Ақтөбем, Ақтөбем арайлан, тамсанып көркіңе қараймын. Ақтөбем, Ақтөбем мен сені жердегі жұмаққа балаймын. Құшақ жайлылың, қазық қақсаң кең шығар, құрым тауым байлығым. Қайсарлықты ту еткен, талай туға түлеткен, қолда менің айбыным. Атын алған тектінің, Әйтеке би әйгілім. Суы тәнді емдеген, ән жанды тербеген, шалқарым жыр айдыным. Құтты мекен Ақтөбем, мақтануға сай бүгін. Ақтөбем, Ақтөбем арайлан, тамсанып көркіңе қараймын. Ақтөбем, Ақтөбем мен сені жердегі жұмаққа балаймын. Ақтөбем, Ақтөбем арайлан, тамсанып көркіңе қараймын. Ақтөбем, Ақтөбем мен сені жердегі жұмаққа балаймын. Сосын мен тағы бір қуанатын жайт, мен жазған жағы жырға термеге жақын стильді, осы біздің қазіргі тыңдармандарымыз өте жақсы қабылдады. Әсіресе жастардың қызығушылығы басым сияқты. Жастардың қызығушылығы ол енді. Үлкен кісілер сірә тыңдай береді ғой. Үлкен кісілер сірә тыңдай береді, бірақ жастар да соны тыңдап, қазір көбісі хабарласып, рахмет алғыстарын айтып жатады. Бізге рух береді деп айтады, сол қуантады. Ол рухы бар адам ешқашан да жаман болмайды. Елдеп соққан жүрегі, қардай аппақ тілегі, алаңдайды ауылға, туған жердің түлегі. Жаса туған ел, бар жақсыны жиған ел, көріне бер биіктен, көркейе бер, көркейе бер, көркейе бер туған жер. Атамекен жыр әлем, туған жерім тұрағым, ұмытпайды ұлы елін, ұлтын сүйген ұланың. Жаса туған ел, бар жақсыны жиған ел, көріне бер биіктен, көркейе бер, көркейе бер, көркейе бер туған жер. Саймын таңдарым, самал желмен жетсеген, сағынышым саз дәнім. Жаса туған ел, бар жақсыны жиған ел, көріне бер биіктен, көркейе бер, көркейе
жасап туған ел, бар жақсыны жиған ел, көріне беріп биіктен. Көркейе бер, көркейе бер, көркейе бер туған жер, көркейе бер туған жер, көркейе бер туған жер. Жыр терменің стилінде дәстүрлі әннің арғы желісімен сол асыл тінді сол жақтан алып шығарған қанша әніңіз бар? Жалпы осы қазақы нақышта бір 6-7 әнім бар. Сосын тағы да басқа стильдерде әндерім бар. Барлығы қосқанда бір 15 шақты болады. Орындаушылар кімдер? Орындаушылары жыр жағы термеге жақын стильдегені өзім орындап жүрмін қазір. Сосын туған өзімнің інім бар, Әбділсейіт Тәжіғұлов деген, қазір Алматыда оқып жатыр. Сол Әбділсейіт орындады. Сосын осы Ақтөбеде Ұлан Досмұратов, Нұрлан Бекайдаров деген әншілер орындап жүр. Енді Алла бұйыртса, осы республикаға танымал бір әншілер өздері хабарласып бір-екі әнімді алды. Алла бұйыртса, уақыт көрсетеді. Ол да шығады алдағы уақытта, күтеміз. Қиялыммен қалықтап көкте самғадым, бақытымды бойлау үшін тек сені ғана. Неге кеттің жырақтап менің арманым? Гүлі келсем бір сен үшін махаббаттың бағынан, сонда ғана табылар мен ерке құсым жанымнан. Аңсағанда сан ойланып өзіңді іздеп сабылам, көз алдымнан ұзамашы көрмей қалсам, оу сағынам. Жара салып жүректі жылатпағайсың, адалдықтың ақ туын құлатпағайсың. Жақсы күнді жолыққан жадыңда сақтап, бірге өткізген кештерді ұмытпағайсың. Гүлі келсем бір сен үшін махаббаттың бағынан, сонда ғана табылар мен ерке құсым жанымнан. Аңсағанда сан ойланып өзіңді іздеп сабылам, көз алдымнан ұзамашы көрмей қалсам, оу сағынам. Сен жайлы ой бермейді ау жаныма тыным, ол күйімнен белгісіз арылатыным. Жағдайымның мендегі бәрі тамаша, тек өзіңде болмаса сағынатыным. Гүлі келсем бір сен үшін махаббаттың бағынан, сонда ғана табылар мен ерке құсым жанымнан. Аңсағанда сан ойланып өзіңді іздеп сабылам, көз алдымнан ұзамашы көрмей қалсам, оу сағынам. Гүлі келсем бір сен үшін махаббаттың бағынан, сонда ғана табылар мен ерке құсым жанымнан. Аңсағанда сан ойланып өзіңді іздеп сабылам, көз алдымнан ұзамашы көрмей қалсам, сағынам. Қандай, кім деген ақындармен шығармашылық байланыстасыз? Әніңіздің сөздерін кім жазады? Өзің жазып аласыз ба? Өзімде сөзге жақынмын өте. Бірақ осы Орал
Қосай Байсенгіров ағамыз Ақтөбедегі бір әнмен сөз жазды. Сосын Жұлдыз Қожабекова, сосын кейінгі әндерімнің сөзін жазып жүрген шымкенттік Бекжұма Нарбай деген жігіт. Жас ақын, жас ақын, бірақ сөздері жаңағы кесек деп айтуға болады. Үлкендердің сөзін айта алатын ақын дейсің. Ардақтарыңызды вальске шақырып отырған. Тастап сағым қырды сәулешін алыс кеттің сағындырды қаралған көкірегімде от өзіңмен жаныма жағып кеттің шамын жырдың сен ойла бер телгеш қиялдадым дүниеге қиын болау сүйе алмағым есіма күбірлесең күмбіретіп кеудемнен тасып ақты сыр арманым кетпей бір көз алдымнан күлімдеді бақытым бар тапқаным күнім деді уақыт озған сайын сағындым мен жүз жерден жүрегімді тілімдедім сен ойла бер телгеш қиялдадым дүниеге қиын болмау сүйе алмағым есіме күбірлесем күмбіретіп кеудемнен тасып ақты сыр арманым сайын алға саған барады бойда тіпті қалмай таған он көріп тәулігінде келер едің ұшатын әттең менде жоқ қой қанат сен ойла бер телгеш қиялдадым дүниеге қиын болды-ау сүйе алмағым есіме күбірлесем күмбіретіп кеудемнен тасып ақты сыр арманым сен ойла бер телгеш қиялдадым дүниеге қиын болды-ау сүйе алмағым есіме күбірлесем күмбіретіп кеудемнен тасып ақты сыр арманым есіме күбірлесем күмбіретіп кеудемнен тасып ақты сыр арманым енді ән кешін беру деген жоспар бар ма? Енді бізде анау үлкен 70-ге келген кезде 60-тан асқанда 65 жас мерей тойы деп қана бір үлкен ақсақал болып қалғаннан кейін ғана кеш беру деген бір қағида қалыптасып қалған сияқты. Бір жас жігіт концерт беріп жатса, бұған не бар екен, әлі ерте емес пе деген сияқты бір түсініксіздеу бір әңгімелер бар. Енді алла бұйыртса осы 2020-ның күз айына деп жоспарлап қойдым іштей.
жеке шығармашылық кеш деп. Ақтөбе қаласында ма, Алматы астанада? Ақтөбе қаласында әзірге. Бірінші осы Ақтөбе қаласынан бастап көрейік деп, Алла бұйыртса, жақсы әндеріміз танылып кетіп жатса республика көлемінде, ол кезде Алматы жаққа ұмтылып көрерміз. Біздің көш, сөз бен саздың шығармашылық көші Маңғыстаудан келіп отқаннан кейін, Маңғыстаудан кімдермен араласасыздар? Ақындар, сазгерлер, әншілер. Ақтауға барып тұрасың ба? Маңғыстауға бір-екі рет бардым. Бірақ енді ол жақта көп таныстарым бар деп айта алмаймын. Бірақ мен Елдос Емілдің термелерін тыңдап өстім. Өте керемет термелер. Сол кісіге былай еліктеп те өстім десем де болады маған. Сосын қазіргі енді жас жыршы бар. Жақсыбек Барлыбаев деген жыршы, термеші бар. Сол жігітпен араласып тұрам. Сосын жағы Асекең айтып тұрған ағаларымызды сірә танимыз. Енді болашақтағы жоспарларыңыз ән кешін беру, болмаса өзіңіз туған жерлеріңізде шығармашылық кеш ұйымдастыру, Алматы Астанадағы ойлаған армандарыңыз, армандаған мақсат мұраттарыңыздың орындалуын тілейміз. Қазақтың жүрегіне, қазақтың қай түкпіріндегі де қазақтың жүрегіне жететін керемет әндер шығара беріңіз деп бүгінгі бағдарламамызды аяқтайық. Енді студияға келіп, арнайы сонау ауылдан аттың басын бұрып келіп, осы сөзбен саз сыйлап,
өздеріңіздің жақсы әндеріңізді насихаттағандар үшін рахмет айтамыз. Сізге де Бердеке көп рахмет. Енді мен бұл бағдарламаны осы бір жыл көлемінде көріп білдім. Өте жақсы бағдарлама екен. Өзіңнің бастамаңмен жүріп келе жатыр екен. Сәттілік тілейміз, ары қарай өміршең болып қала берсін дейміз. Алла қаласа Маңғыстау және Ақтөбе сазгерлерінің бірлескен Ақтөбе қаласындағы концертін ұйымдастыруды бәрімізге Алла нәсіп етсін. Ән кешінде келсек. Құрметті телекөрермендер, Маңғыстау телеарнасындағы сөз бен саз бағдарламасының Ақтөбе қаласындағы түсірілімін ұйымдастырып қолдаған үшін Ақтөбе телеарнасының басшылығына рахмет айта отырып, бүгінгі кезекті санымызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.